Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен болгар бұрышын қысқа қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай болгар бұрыштары қажет болады. Алдын ала жуып тазалап екі бөлікке бөліп аламыз. Дәл осы ретпен болгар бұрышын екі түрлі әдіспен турап алатын боламыз. Бірінші әдісіміз видеода көріп отырғандарыңыздай барлық болгар бұрышын дәл осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Ендігі кезекте екінші әдісі ол болгар бұрышын теңдей үш бөлікке бөліп, одан кейін төртбұрышты көлемде барлығын турап алатын боламыз. Дәл осы әдіс сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді де ұмытпаңыздар. Дәл осы әдіспен жасап қойып, қыстың күні кез келген асымызға қолдансақ болады, яғни сұйық тамағымызға да, қою тамағымызға да, және де кез келген тұздық түріне де қолдансаңыздар болады. Міне, дәл осындай пакеттерімізге алдын ала турап алған болгар бұрыштарын толықтай салып аламыз. Алдымен төртбұрышты етіп тураған болгар бұрышын салдық. Келесі кезекте ұзынша етіп тураған болгар бұрышын салып аламыз. Міне, қыстың күні таптырмайтын болгар бұрыштары дайын. Міндетті түрде тоңазытқышта сақтауды ұмытпаңыз.